Міне көрдіңіз бе қалайық. Негізі мынау аюға намаз үйреткен таяқ демекші, қаншама халва деп айғайлай берсең де, аспаннан аузыңа халва тұрмақ, қараннан да түспейді жігіттер. Дұрыс айтасың. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, қазақ тілі мемлекеттік тіл деп қанша қақсасақ та одан ештеңе шықпайды. Ол үшін сіз боп, біз боп, бүкіл ел боп, бүкіл халық боп, өз тіліміздің абыройын өзімізді көтермесе кім көтереді, жігіттер? Дұрыс айтасың. Тіл демекші, мырзалар. Мына статистика бойынша қалада тұратын мына қазақтардың 24% ғана қазақша сөйлейді екен. Ал қалғанның бәрі орысша. Сонда қазақша сөйлейтін қазағың қайда? Иә, ауылда тұрады. Дұрыс айтады. Бүкіл ұлысы да, ұлағаты да, сүттің бетіндегі қаймағы да, түпкі тамыры да, барлығы сол жақта. Қайда қаймақ? Қазір өзін-өз баға алмай отқан, анау бейті торғайдай, анау бұл торғайдай, өз малын өз ие болмай жүрген қазақ қайда қаймақ деп айтып жүрсіз? Жоқ, олай айта көрмеңіздер, мырзалар. Еңбек еткен ерінбей, тоядығарын тіленбей деп, о жақта да жерін егіп, малын өсіріп, еңбек еткен өмір сүріп жатыр. Мысалға міне Шымкенттің Қазығұртын білесіздер ғой. Сол жердегі Атбұлақ деген ауылда Әлкен деген құдамыз, ақсақал. Жаңағы тәуелсіздігіміздің 10 жылдығына арнап көкпар беріп жатыр. Бәрекелді. Мінекей. Болды, соған барайық онда. Көкпарға барайық. Жүндер. Келе жатырмыз. Жиналып та қойсыз. Жинағаны сен қалай жинады? Қазақтан жиналушы ма еді қазір? Мынау. Қойды бастаңыз. Қой бастарға. Ой, ішіп ағасыз ба не? Жоқ. Анау кім қайда? Көбікен қайда кеткен? Уа халайық! Мен енді той басы болғандықтан хабарлама жасап кетейін. Өздеріңізге біліп жатырсыздар, мына тәуелсіздіктің 10 жылдық мерейтойына арнап, кеуделерін жазып, білектерін созып, бойларына қан жүгіртсін деп, көкпар беріп отырған әлекеге рахмет. Рахмет. Көкпар басқаламай тұрып, бір екі жартыға берсе, жүгіріп барып келейін деме. Ой, көкөбас. Ой, мына балашағаға көкпар беріп жіберекті, содан кейін бастаймыз ғой. Тұрады жаңызы. Бізде той басшы болып жүрген кезде дайындап қойы жоқ қой бәрін. Өн бермеймін деп жатқан беріп тұра тұрыңызшы балашаға жіберегіміз. Бұл тойға жалпы 40 түйе, 10 бие, 23 дана 70 қой, 18 ешкі, 220 тауық қоразымен, бір Урал мотоциклі және Ақшалайда жиналып жатыр. Ана мотоцикл жаңа ма екен? Жөн моторынан басқа былай жаңа дейді, мотор жоқ. Ауыл арасында болады. Болады ауыл арасында. Ақша жиналыпты ғой, берсейші екі жартыға барып келейін де. Өн береміз ғой, балашаған жіберек тұра тұршы көбікі. Ақша жиналып деп тұрсын, қазір айқайлаймыз бекер. Тұра тұршы. Қамақшын ғой, берсейші бір ай. Қойшы ой, не деген оқсыншы. Бастайық та тұр. Бүгінгі болатын қызғу, аударыспақ, теңгелу, күрес, тағы басқа сол сияқты. Жаңағы, алып осында кел бірақта. Үлгерсем келем, үлгермесем өкілеме. Бас бәйгілер тігіп жатырмыз. Жылдам келе? Мынау енді Қазығұрттың Атшабарында тұрмыз. Негізгі сыйлықтарды көкпарға бөлдік. Дұрыс. Мынау ақсақалдар қауымы өзіміз ақылдаса келіп, бірінші салымға 10 түйе берді. Ой фырмай. Шапқан жігітке 2 түйе. Көтерткенге 2 түйе. Қашыркін. Артын алғанға 2 түйе. Ат иесіне 2 түйе. Мінеке. Маған 2 түйе. Қалай сізге 2 түйе? Жоқ, шай жоқ. Жөн, маған болғанда сол өзімізге ақсақалдарға деп жатқан ғой. Тұрмыз ғой құдайға шүкір. Бірақ белдің арғы жағы бір бөлек, бергі жағы бір бөлек болып тартамыз. Дұрыс бірады, дау болмайды сонда. Байламай тартыңдар бірақ та. Ал енді бұның бәрін жазалық. Жұмахан! Қайда жүр, келсен әкендері көкпарды. Қыстау бергі, босырдыршы. Абаз ілмеген. Көкпарды әкесе бергі. Қазбек, босырдыршы. Осыларға көкпарға ие болса, адамға жол бермейді. Мынау енді, әкелі бәрі. Ал енді, байламай тартыңдар, ұқтыңдар ма? Расы? Байламай. Мертік тұрып алмандар бірің. Ана ілмеген кім? Абаз. Байламай тартыңдар. Ал енді, бата берсеңіз мына балаларға. Бата бергенде ал енді, сол Сәкеннің сәнін, Күләштің әнін, Абайдың басын, Брежневтің қасын, Пушкиннің шашын. Ой, не деп кетті ме? Ой, осы менді мұна, осы көкпарда.
В общем, аумейді. Мен болды. Берілді ма, берілді. Қайтарамайсың енді олар. Бұларды қайтарамайды. Бірақ шапқандарын қарашы. Ай, молодец. Байламай тартыңдар. Байламай, төртей байламай. Арт ұста, артын. Береді де бір екі жерді әпкелейді мен бар. Алтын жеңшем күтіп қалды. Ай, ұстама, артын ұста, арт жүрері. Сен сөйлестірім ғой мені. Ой, Айттым ғой мені. осы барға көкпар бастағанда шүкенті қойсаңдар сөзді. Аттың астын төсін отақ. Ой, басшасы. Айттым, жібермей-ақ қояқ бұны деп. Көкпар қайда кетті? Бұяқ кетті, бұлай кетті. Берсе бір екі жерді әкелейік. Көрдің? Мынау, Алып келдің бе бізге өзі? қайда бізге? Аттың үстінде тістеп кетірім, сынып қалды, шымы қиылып кетті дейді. Сенің ішіңде сынған ғой, ол сыртында емес. Расында да бар ғой. Опа, ана қаран. Ана шаппыраққа алайғыр көшенің айғыры ме? О, көшен емес о. О, менің жиенім Талғат қой. қайсы? Тура бүгінгі кезде есімде дәл сондай менің атым болған. Бірақ бұдан 5 метр ұзын, 4 метр биік еді ол. Төк. Жас кезімде мен дәу болғам ғой алпамыстай. Көбіке. Кличкем алпамыс еді ғой мен. Мынау ақсақ аяқпен көкпар тарттың кім сенеден қойсаңыз үшін? Раси. Мынау ақсақ аяқты сол көкпарға бердім ғой мені. Көкпарға. Байламай сен дұрай! Сонда мұна ақсақ аяқпен шауып жүрсіз бе көкпарда? Ой, сендер маған сенбей тұрсыңдар ма? Сенеміз бе? Жаңа базардың қасында бақыста болып жатқан. Ол кезде мені бұға бағам анау. Иә. Өгімді жөмен қарай түсе салам да, сол атпен келдім де бір күні ортасында көкпарға кіріп кеттім. Содан? Соған өз шіркіміне ке. Кіріп кетсем, қап-қараңғы ештеңе көрінбейді. Жәке, сіз барып келіңіз Мен ағаларға көкпар алдыздырып. Ана тана бірін-бірі басып өтіп жүр ағалар. Енді белдің арғы жағын бір жіберейін мен. Иә. Сіз мынаның өтірігіне тоя беріңіз. Жоқ, өтірігі. Мақұл көке, айта бер. Содан? Кіріп кеттім де көкпардың ішінде. Адасып кеттім. Іздеймін, вақыт жоқ, Көкпардың ішінде адасып жүрсіз бе? Үдеп, көзімді бүйтіп ашып қарасам, дәл ортасында бегемоттай жатыр екен. Бегемот? Африкада көкпар тартқасы ма не? Бегемоттан көкпар жасап қойған екен. Көтеріп алдым да, аяғыма өңгеріп алдым да, шауып быратырым арқамнан біреуге осы жіберген болам ба? Сіздің арқаңыздан? Бұл әкеңнің аузы кім деп жалт қарасам, әкем. Әкеңіз? Атпай қадалет, көкпардан өлдің ба, аяғыңа қарасай дейді маған. Аяқ қайау? Аяғыма қарапасам, аяғым жоқ. Совсем бе? Сен етпісің бе? Аяқ дейіп, аяғым келмейді маған. Мен қарасам, көкпардың артына шауып быратыр ғой. Аяқыңыз өзі шауып. Аяқ сөміл. Бір айдан кейін өзі келді. Аяқтың өзі? Сөйттім әлі газа сварка жоқ қой әлі. Электросварка мен сваркілеп аяғым. Солай болып қалды ғой мен. Ой, көке, тасша бала сіздің қасыңызда ерунда болып қалды ғой, өтірік қой айтып тұрғаныңыз. Сен маған әңгіме айтайын тұрсың. Осы көкем барға көкпар бастылғанда уымас, көкпардың ортасында уымас, көкпардың аяғында уымас. Осы қаша трезвий көкпар көреді екен осы кісі. Айтпақшы құрметті қалайық. Енді көкпар бітті енді. Енді қас қызғуы басталады. Қызғуыдан қызығына шақырамыз әме. Көкем бас болып қап, жүк алып көтейін. Көке, тұрыңыз. Көке, оппа, тұрыңыз керек. Оппа.
отырған үлкен кіші қатарласып, кездесі осы бүгін араласып, бұл жерді көргенде бар, көрмеген бар, алайын алдыменен амандасып. Ассалаумағалейкум үлкен аға, сіздерде артық еді бірдей баға. Бұл күнде ахуал қалай, талап қалай, қатардан кейін қалмай жүрсіз балда. Ай мінеке мерекеге келгеннен соң, қазақты біз көрмекпіз осы таңдай. Ай бұл тойға абай жеңге келген екен, келгесін мерекені көрген екен. Өзіне сәнін беріп, шашын тарап, қарасам бәрі бірдей көркем екен. Аман сау барсыңдар ма қарындастар, отырған араласып кілең жастар. Мен дағы өздеріңіз көргендеймін, қадірін құрбетеңнің білгендеймін. Осындай мерекеге келгенімде айтуға сөз асылын егемдеймін. Мінеке амандастық бәрекелде, қосылды көрмей жүрген құрбетеңге. Ал енді құлақ салы сөз тыңдаңдар, береке қыздырайын айтып термей. Домбыраны қолға алып, саусақты басым бернеге біраз қандай сөйлейін. Осы бүгін кез келген алдымдан мына отырған ағада менен жеңгеге, ана жақтан көз салған заманы қатар теңіме. Құлақ салып тыңдасаң кенелтейін термеге, термеде деген насият пайдалы кеңес адамға ақыл бермеге. Қор болмайсыңдар ағайын, жастайдан алсаң өнеге, асылық сөйлеп әр жерде. Болма тілім шерменде, басыңа келсе бір бақыт, көкірегіңіз тасынып, ақылды айтса біреулер, айтамыз сөзі асырып, мынау дау жаман екен деп, аяққа жүрме басынып. Дүние шіркін дөңгелек, дәуренде сүрсең көлбеңдеп, сыртыңнан өлім бағып жүр, бір күні сені көрем деп, пәлен түлен дегенмен сақтағай бізде пендем деп. Асылда туған пенделер, сәулелі жарық дүнияда, жүреміз басып алшаңдап, алға қарай аршаңдап. 25-тің кезінде болсаң да жегет шегінбе, өз күніңде болып жүреде берме салбаңдап. Шалқыған жастық шағыңда, Құдайдың берген барында, алғада қарай адымда, бір нәрселерді көздей шақыр жүгірме сағымға. Күндерден күндер болғанда, басыңнан өтер жастығың, кеудеден қалар тасқының. Сондықтан да ағайын, базарлы босын жас күнің, өзіңде деген достыңа көз алартып қараған, болмасын іште қастығың. Таудыңды сәнін келтірген, белестенген асқары, жағалай майса көк шалғын, жиектенген астары, жағалай ұша үстінен қиқулап ұстар ақсары, көлдің де сәнін келтірген, бауырында өскен қырағай. Ылдилы тарта былайлап, бауырнан аққан бұлағай, адамның сүр назары, ертеліге жан салған құс болар көлдің базары. Елдің де сәнін келтірген, ел ішінде азамат, мынаудау жаман екенде, бойына қарап түңілме, бір күні болар кәрамат, сақтаса бізді саламат. Қайшыланып құлағы, дөңгеленсе тұяғы, астыңға мінген қазанат, астыңда мінген қазанат. Жолдасың болса кермұқат, беріліп тұрса ықылас, адам сәні шүберек, үстіне кесе атылас. Көкірекке Құдай құйғасыны сөйлеге тілім жаңылмай.